Сәлем достар, бүгін мен сіздерге қиярдың пайдасы туралы айтатын боламын. Қияр адам ағзасын шлак пен зиянды заттардан тазартып, ағзаны дәрумендер мен минералды заттар қорымен толықтырады. Себебі құрамында көптеген пайдалы элементтер бар. Сонымен қатар, қиярдың дәрілік қасиеттері адамға ежелден мәлім. Терінің күйген немесе зақымдалған жерін қиярды қою арқылы емдеуге болады және косметика саласында да үлкен орын алады. Ол көптеген теріні ағартатын кремдердің құрамында бар. Қиярдың 95% судан тұрады, ал мұның құрамындағы су тірі болып табылады. Сонымен қатар құрамында ақуыз, аз мөлшерде көмірсу, глюкоза, крахмал, фруктоза және В және С тобындағы дәрумендер, калий, фосфор, кальций, магний және басқа да микроэлементтер мен асқазан қорытуын жақсартатын органикалық қышқылдар бар. Құрамындағы осы заттардың арқасында ерекше қасиеттерге ие қияр көкөнісі адам ағзасына көп пайдасын тигізеді. Қиярдың ерекше қасиеттері асқазанның қорытуын жақсартып, ішекте тұрған астың жылжуын тездетеді. Сондықтан да іш қатып асқазаныңыздың қорытуы нашарласа, қияр диетасы сізге жақсы көмектеседі. Қияр сонымен қатар буын қабынуын емдеуге ең жақсы дәрі. Ағзадағы қышқылдың тепе-теңдігін бір қалыпта ұстайды, зиянсыз қуықты тастардан тазартып, зәр айдайтын табиғи дәрі. Ағзадағы тұзды сулар балансын қалыпты етіп ұстаушы, жүрек қан тамыры ауруларын емдеуші, гипертония ауруын болдырмайды, теріні тазартып ағартады. Тіс жегісін емдейтін ең тиімді табиғи дәрі болып табылады. Қиярдың тағы бір ерекше қасиеті ағзаға артық майдың жиналуын болдырмайды. Қияр диетасы. Таңертең 1 стакан су, жарты сағаттан соң калориясы 200 калория құрайтын майсыз стакан, ботқа, балық, сүзбе, ірімшік немесе жұмыртқа тұтыну керек. Күннің қалған уақытының барлығында тек қана қияр немесе одан жасалған салаттарды қара нанмен қосып, сағат 12:14, 16:17, 19:20 аралықтарында жеу қажет. Артынан су немесе көк шай ішесіздер. Ұйықтар алдында калориясы 100 кал құрайтын кез келген жемістер жеу қажет. Осы диетаны қолданатын болсаңыздар, артық салмақ жиналудың алдын аласыздар.